Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға қазақ әдебиетін оқытуда қарастырылатын талдаудың түрлеріне арналған кезекті бейне жазбамызды ұсынамыз. Қазақ әдебиеті пәнін оқытудың мән-маңызы көркем туындыны толық оқыту, оны талдау, саралау, бағалау, оқырмандық пікір қалыптастырумен ашылмақ. Бағдарламада берілген оқу мақсаттары көркем шығарманы талдау жұмыстарын ұйымдастыру барысында қазақ әдебиетін оқыту әдістемеде қарастырылатын талдаудың 4 түрін қамтиды. Атап айтқанда, автор ізімен талдау, көркем туындыны образдар жүйесіне қарай талдау, проблемалық талдау және мәтіндік талдау. Автор ізімен талдау. Бұл талдауда мұғалім көркем шығарма сюжеті, эпизодтары, автордың негізгі ойы, мазмұн мен форма жүйесін сақтай отырып, талдауға ерекше назар аударады. Бірақ еске алатын бір мәселе, талдаудың бұл түрін түсіндірме оқуға айналдырып жіберуге болмайды. Мұғалім оқушыларын кейіпкер іс-әрекет арқылы мінездеме жасауға, оқиғалар арқылы шығарманың негізгі проблемаларын анықтауға алып келу керек. Көркем туындыны образдар жүйесіне қарай талдау. Көркем шығарманы тұтастай қарастырып, оның барлық компоненттерін, тақырып, идеясы, образдар жүйесі, идея эстетикалық маңызын бірге ала отырып талдау. Талдаудың бұл түрі мектеп тәжірибесінде дәстүрге айналған және кең таралған түрі болып табылады. Оқушының танымдық шығармашылық қабілетін, ойлау белсенділігін дамытатын, өз жаба жорамалын ұсыну, салыстыру негізінде дұрыс шешім табуға жетелейтін әдістің бірі бұл проблемалық талдау. Ол көркем туынды негіздегі проблеманы дәл танып, ізденіске, әдеби айтыс-тартысқа жетелейтін сұрақтар әзірлеуді қажет етеді. Сұрақ авторлық идея, проблема, кейіпкер іс-әрекеті негізінде туындайды. Осы негізде талдаудың мынандай жобасын үлгілерін ұсынамын. Мысалы, кейіпкерлердің іс-әрекетін салыстыру арқылы автордың образын жасау шеберлігін ашу. Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян дастанын оқытуда мына сұрақтар негізінде ізденіп, әр кейіпкер мінездеме беруге, автор шеберлігіне мән беруге болады. Батыр Баян ел намысын ойлаушы күрескер ме, әлде ашу-ызаның құрбаны ма, қылмыскер ме? Баянның іс-әрекеті саналы, мақсатты әрекет пе, әлде қызғаныштан туған әрекет пе? Ноян ел намысын аяққа басушы сатқын ба, әлде албырт сезім махаббаттың құрбаны ма? Қалма қызы неге сұм-сұлу деп аталған? Автор ол туралы көзқарасы қандай? Шығарманың көркемдік өрнегіне, автор стиліне қарай талдау. Бұл үндес, ұқсас мәтіндерді салыстыру арқылы жүзеге асады. Мысалы, Сәкен Сейфуллиннің Көкшетауы мен Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян дастандарының тілін талдау үшін екі ақын шығармасындағы сұлу көкше келбетін салыстырып, стильдік ерекшеліктерін ашуға болады. Төменде оқушының жұмысы көрсетілген. Көкше келбеті сәкенше, Мағжанша. Арқаның кербез сұлуы сарыарқаның аралы, 80 көл, алтын кесе, бурабай мөп-мөлдір дөп дөңгелек ай. Жан жақтан ертелі кеш бұлттар келіп, бұлттан құшытқан мәңгі мең-зең Көкшетауға жүреді біліп кетеп есен сауын. Сұлу бетін дамылсыз жауын жуған көкшенің тас жүрегі жаралыма. Тарихи және көркемдік шындық негізге ала отырып талдау. Мұнда мұғалім тарихи рең ғана болатын жазушы кейіпкер бейнесін жасауда өмір шындығын қалай пайдаланғанын назарда ұстау керек. Шәкәрім Құдайбердіұлы мен Мағауия Абайұлының Еңгілік кебек дастандарын, кейін Мұхтар Әуезовтің Еңгілік кебек пьесасын оқытуда мұғалім үш туындының арқауы, махаббат трагедиясы, үш суретке де заман сипаты, ел ішіндегі әлеуметтік жағдайда сәйкес қарағанына мән береді. Оқушыны мына сұрақтар төңірегінде іздендіруге болады. Трагедиялық оқиғаның тууы қандай қоғамдық әлеуметтік жағдайлар себеп болды? Неге Шәкәрім Ақтабанды шұбырынды оқиғасын өз сөзіне астар етіп алған? Ғашықтар трагедиясына кім, не кінәлі? Бұған өзіңіз қалай қарайсыз? Осылайша оқыту талдаудың ұтымды жағы мынада. Ақиқатқа жету, проблеманы шешу үшін ізденеді, зерттейді. Оқығанда ойы жүгіртіп, зерделеп қабылдауға негіз болады. Оқушы мәтінге жүгініп, өз ойын, болжамын, көзқарасын айтуға машықтанады. Оқытудың жалғаспалық, жүйелік принциптерін тоғыса келіп, оқушыға терең білім беруге жүзеге асады. Мәтіндік талдау көркем мәтіннің құрылымын талдауға мақсат етпейді. Мәтіндік талдаудың міндеті тіл бірліктері өзара
түрлі деңгейге қалай бір-біріне тіркесіп, қалай байланысып, қалай жаңа қатынастар орнатып, мұнымен бірге сөйлем жасалған сайын мәтіннің құрылымы құбылып, өзгеріп, түрленіп, құрылымының жаңа үдеріске айналып тұрғанын көрсету үшін жасалады. Мәтіндік талдау мәтін мазмұнының сыртқы әлеммен қандай байланысы бар тексеру үшін жасалынбайды. Керісінше, мәтіннің ішкі құрылымында қандай өмір бар екенін көрсету үшін жасалынады. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесі бойынша жүргізілетін мәтіндік талдауды қарастырайық. Мұғалім, оқушылар үзіндіге алғашқы сөйлемнен бастап, соңғы сөйлемге дейін зейін қойып, тағы бір оқып шығыңдар. Сөйтіп, әр сөйлемнен өзінен бұрынғы және өзінен кейінгі сөйлемнен байланысты және өзіне ғана мазмұнда бар жаңалықты анықтаңдар. Ол үшін үзіндіде бірнеше кіші бөліктерге тақырып қойып бөлу керек. Үзіндіні бөлшектеу барысында анықталған бөліктердің мазмұнына қарай зейін қоя отырып, әрбір өзінің алдыңдағы және өзінен кейінгі сөйлемнен байланыса зер салып, оқиғаны өрбітіп отыратын әрбір бөлімшедегі тіл бірлігін анықтауға ұмтылады. Мысалы, бірінші бөлімде құрылымы мынандай: елсіз қараңғы сай, шұбар адырлар, боз қараған, тобылғы, май айының лебі. Екінші бөлімде жаңалықтар бар: терең құржар, ит мұрынды қалың жыныс, қасқыр іні. Әдебиетті оқыту үдерісі мектептің ең күрделі құбылысы. Оқушының рухани қалыптасуына тікелей ықпал ететін әдебиет пәнінің дұрыс және айқын міндеттері қойыла отырып оқытылу әрбір мұғалім үшін парыз болып саналмақ. Назарларыңызға көп рахмет.